Сәлем достар, біз бүгін сосиски тесте жасаймыз. Алдымен бір жұмыртқаны жылы суда араластырып, езіп аламыз. Содан соң үстіне ашытқымызды салып, тұзымызды салып, секерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұз бен секері ерігенше венчикпен араластырамыз. Үстіне биіктен өткізілген ұнды жаймен қосып саламыз. Бірден барлығын илеп жібермейміз. Жаймен жеп, ұнды бөліп салып араластырып отырамыз. Араластырып болғаннан кейін қолмен басамыз. Осындай масса шығуы керек. Массаны үстіне сұйық майды құйып, жақсылап басып, бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Көтерілген кезде тағы да бір басатын боламыз. Осылай жылы жерге қойып қоямыз. Нанымыз көтерілгеннен кейін тағы да бір басып, бетін жауып, тағы да бір сағатқа қоямыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін қамырды басып, кішкене дөңгелек бөліктерге бөліп аламыз. Тақтайдың үстіне ұн сеуіп, нанымызды жаямыз. Дөңгелектеген нанды ұзынша етіп жайып аламыз. Сосиска орауға ыңғайлы болу үшін. Нанымызды ораймыз. Оралған нанды орналастырамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, мен үстіне күнжіт септім. Күнжіт сеппесеңіз де болады. Өз қалауыңыз бойынша жасай бересіз. Қызып тұрған пеште 180 градуста немесе 200 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, өте жұмсақ болып шығады. Дәмі ерекше. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған өнер.